Қарындас деген бұл қыз адамға айтылады. Бірақ негізгі бұрынғы мағынасы қыз сөзінің көне Дешті Қыпшақ даласында, Түркі даласындағы мағынасы қымбат деген мағынаны берген. Бір жылқыны көп алтынға сатып алсам, мен мынаны қызға сатып алдым деп айтады екен. Өте бағалы. Бүкіл дүнием кетті. Мынау мысалға көлікті мен өте қыз алдым деп айтады екен. Мынау күлікті, сәйгүлікті қыз алдым. Қалтам қағылды, бірақ осыны қымбат алдым. Өте қымбат алдым деген мағынада қолданылған екен. Сол ең қымбат, өте бағалы деген сөз тіркесін біз әкеліп кейіннен бауырымыздан шыққан, бауырымызды езіп шыққан, құрсағынан шыққан қыз балаға бердік. Ал сол ең қымбат, ең бағалы қызды қазақ қарындас дейді. Бір шешенің көгетінің астынан табанымен бір шешенің жүрегін 9 ай 10 күн сен сияқты теуіп жата алатын бір адам бар. Ол қарындас, ол бауыр.